Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап, дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниеңнің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Егер әр адам қасындағы кісінің жүрегіндегін көре алса, оған жаны қатты ашитын еді. Ішкі таразының әділдігіне көзі жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екенін терең түсінер еді. Іштарлық, қызғаныш, көрсе қызарлыққа ұрынбас еді. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп, даусы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылық пен көркем мінез таныт. Өткізіп жібер, құдық түпсіз екен деп ойласын. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да сені қате түсінетін адамдардың таблары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпағаның дұрыс. Дана ғұламаларымыздың бірі өзін сөккен кісіге бұлай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін, ал өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Маған кейде бір адам бір мәселе жайлы айтады. Мен оны ол тумастан бұрын естіп қойсам да, оған құлақ саламын. Кейде бірінші рет естіп тұрғандай күй көрсетемін. Өзің онсыз да жақсы білетін нәрсе жайлы біреу әңгімелеп жатса, оның сөзін бөлмей, білетініңді білдіріп жүрегін жараламай, көңіл бөліп құлақ салуың мінез құлықтың аса көркемдігіне жатады. Адамдар саған таң қалып жатса, оған масаттанып мақтанба. Себебі олар сенің Алла жарыққа шығарған жақсы жақтарыңды ғана көріп жатыр. Ал олар сенің Алла жасырған жаман жақтарыңның хабарсыз болғанына шүкір де. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, онда ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Адамдар сенің сыртыңа қарайды. Жаратушың ішің мен жан дүниеңмен бағалайды. Пенделер үшін сыртынды ғана әдемілеумен әуре болып, ішкі әлеміңді ұмыт қалдырып, ластап алма. Көздер ұмытпасын десең, әдемі киін. Көңілдер ұмытпасын десең, көркем мінезді бол. Адамдардың біразы өміріңді сенен бір нәрсе үйрену үшін бақылайтын болса, басқа бір бөлігі қателіктеріңді теру үшін аңдиды. Екі топ та саған таң, бірі махаббатпен, екіншісі іштарлықпен. Мінез құлқыңның жоғары өрлеуінің басы өзгелердің қателіктерін сөз қылмай, көз жұма қарауыңда, әрі шексіз кемелден жалғыз Аллаға тән екенін әрдайым санада ұстауыңда. Кім өзінің жақсы жақтарынан басқаны көрмей, әрі өзгенің кемшіліктерін ғана көруді әдетке айналдырған болса, соқыр кісі одан артық болса керек. Көркем мінез өзгелердің нашар мінезі арқылы қалыптасады. Адамның мінезі көркемделе түссе, жауы азайып, досы көбейе түседі. Қиын істер жеңілдеп, қатты жүректер жұмсарады. Мұхаммед ибн Сирин: егер саған бір бауырың жайлы жағымсыз хабар жетсе, оны ақтайтын себеп ізде. Ондай себеп таппасаң, мүмкін оның мен білмейтін себебі бар шығар, деген. Адамдардың саған қандай қарым-қатынаста болғанын жақсы көрсең, сен де оларға дәл сондай қарым-қатынас жаса.